Базалық зейнетақы 51%-ға асырылмақ. Бұл жоба қашаннан амалға асады? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз қабатыланың қабырғаларын ұстасын. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік кодексте қаралған зейнетақы жүйесіндегі өзгерістерді түсіндірді, деп хабарлайды Қазақпарат. Қара әлеуметтік кодексінде зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыруға және зейнетақы төлемдерінің мөлшерін ұлғайтуға бағытталған бірқатар шаралар көзделген. Бүгінгі күні Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі қалыптасып жұмыс істейді. Оған базалық және ынтымақты зейнетақы, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемі кіреді. Соңғысы өздеріңіз білетіндей, азаматтардың зейнетақы жинағы есебінен қалыптасады. Сонымен бірге, ынтымақты зейнетақы жүйесі біртіндеп қысқарып жатыр. Өйткені оны тағайындау кезінде тек 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін, яғни жинақтаушы жүйе енгізілгенге дейін еңбек өтілі ескеріледі.